Сәлем достар, қалайсыздар, амансыздар ма? Бүгін мен сіздерге қалдық маталардан қалай жастық жасау керектігін көрсететін боламын. Осы жолы қалдық маталарды қызғалдақ жастығын жасаймыз. Осыған дейін мен сіздерге қалдық маталарды қалай іске асыру керектігін көрсеткен болатынмын. Сол видеоның сілтемесін мен жоғарыда тастап кететін боламын. Міндетті түрде көріңіздер. Үйлеріңізде осындай қалдық маталар бар болған болса, орындықтың артына немесе диванға қоятын, кішкене 40-40 болатын жастық жасап алсаңыздар болады. Менімен бірге болыңыздар, ал кеттік. Бізге керекті заттар мен осы жолы королевский велюрдан алдым. 9 штук мата кесіп аламыз. Мен 5 штук сары түсінен, 2 штуктен қызыл және ақ түстерінен кесіп алдым. Астар, қайшы, қалам, сызғыш, тігін машинасы керек болады. 9 штук матамызды 2-ге бөліп аламыз. Мен басында айттым, қызғалдақ жасаймыз. Енді матамызды ретімен қойып шығамыз. Тігу барысы өте оңай. Алдымен 3 бұрыштарды бір-біріне қосып аламыз. Мен алдымен дәл ортасы қызыл матадан бастадым. Видеодан көріп тұрғаныңыздай, лапканың жиегімен тіксеңіздер болады. Ең бірінші төбеде тұрған 3-4 бұрышты бір-біріне жалғап шығамыз. Содан кейін екінші қатар, сосын үшінші қатар тігіледі. Артық қалған жіптерді кесіп тастаңыздар. Өздеріңізге қалай ыңғайлы, солай бір-біріне жалғаңыздар. Мен үшінші қатар мен екінші қатарды бір-біріне жалғадым. 4 бұрыштылардың бір-біріне ортасы сәйкес келгенін қадағалап тігіп алдым. Сосын осыған бірінші қатарды жалғап тіктім. Бізде осындай әдемі 40-40 болатын жастықтың беті шықты. Енді астар орнатамыз. Мен астарға королевский велюрдан алдым, сары түсінен. Алдымен 3 қырын тігіп аламыз. Төртінші қырын кішкене ғана тігіп, ашық жер қалдырамыз. Себебі ішіне я hollow fiber немесе синтефон салғаннан кейін барып тігеміз. Оң қаратқанда бізде осындай қызғалдақ жастығы шығады. Достар, менде дәл осындай қызғалдақ жастығы шықты. Егер де менің жасап жатқан жұмысым сіздерге ұнап жатса, каналыма өтіп, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны баса кетіңіздер. Ол маған мықты мотивация болсын. Мен сіздерді күтемін. Сау болыңыздар.